Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қол жетімді үй жағдайында жасалатын сухарик дайындаймыз. Ол үшін бізге нан керек, паприка, орегано приправасы, чеснок, сосын 3 ас қасық сұйық май керек. Міне мынандай пласт қып бөлке нанды кесіп аламыз. Сосын былайынан турап кубик қып турады. Кубик қып турасаңыздар болады, ұзынша соломка кессеңіздер де болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай пісіре бересіздер. Кубик қып турадан 4 штаб. Енді мынаны турап қойдық. Кубик қып 4 штаб осыны 160 градусқа қызып тұрған духовқа 5 минутқа саламыз. Оған дейін біз бұның приправасын дайындаймыз. Енді жаңағы сухаригімізді пока духовкада тұрғанда приправасын дайындаймыз. Оған 3 ас қасық сұйық май керек. Жарты шай қасық тұз керек. Бір шай қасық паприка керек. Мен орегано деген приправа қосып отырмын. Сіздер шашлычный қандай қосқыларыңыз келеді, соны қоссаңыздар болады. Тоже бір қасық. Енді мен чеснокты мындай магазиннен сатып алып қосып жатырмын. Сіздер үйдегі чеснокты езіп қоссаңыздар да болады. Бұдан да бір шай қасық. Тұрамыз. Жаңа духовкаға кішкене қойып алдық. Енді осыны мына ыдысқа саламыз. Жаңағы приправамыз істеген. Соны мынаған араластырамыз. Енді жаңағының приправасын қостық қой. Осындай крышкасын жауып, араластырамыз. Енді жаңағы приправасын араластырдық қой. Енді осыны қайтып саламыз. Міне жаңағын араластырдық. Енді қайтып саламыз. Қайтып духовкаға қоямыз. Міне сухаригіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп қолдап кетіңіздер.